Ассаламу алейкум мұсылмандар. Біз мына жерге кезекті навесімізді бастағалы жатырмыз. Және әдеттегідей сол навестің шаруаларын видеоға түсіріп сіздермен бөлісуге, қуана бөлісуге дайынбыз деген сөз ғой. Так, су ағарып біткен жерге дейін, үйдің шетіне дейін навес бар. Бұл енді дуга есебінде домалақ күйде болмайды, навес тік, бір қалыпты тік навес болады. Екі тұрбасын гидроуревенмен шығарып қойдық. Қазір арасында 5 тұрба бар. Осындағы стенкке ферманың бір шеті анкерленіп, былай қарай наған жатады. Сондай жүйемен навес құрастырғалы жатырмыз, Аллах нәсіп етсе. Екі тұрбаны гидроуревендік қойдық. Қазір бетонын құямыз. Бетондаймыз да қалдырып кетеміз. Қалған тұрбаларын бетон қатқасын үстіне жіп тартып, қалған тұрбаларын қоямыз деп жоспарлап отырмыз. Ең әуелі жұмысты бастамас бұрын осы жасалатын навестің астын диагональдап аламыз. Біз қазір өзімізше диагональдап қойдық. Ол диагональдау жолын мен бөлекше пайда қылып видео түсіруге әрекет етемін иншалла. Біз әдетте қалай осыны диагональдап шахталап қоямыз дегеннің бір көркем жолын үйрендік. Соны бөлекше қағазға навесіміздің фермаларын қойып жатырмыз. Фермалары 6 метр. Ана фермалардың арасындағы мақтағыштары 1 метрден түскен. Және де ол мынандай күйде мынандай жүйемен жасақталып жатыр. Ферманың бір шеті сірә стойканың үстінен іліп тұрады. Екінші шеті мынандай угольниктерді, үш угольникті сваркіледік. Араларына кесік тестік. Сол анкерлі болттар арқылы стенкке крепить етіп жатырмыз. Угольниктер неге мынандай күйде сваркіленді деп отқан шығарсыздар. Ол жалпы үйде пеноплекспен қапталған. Үйдің сырты пеноплекспен қапталғасын. Біз мынаусы 40-40 профиль стенкінің бетінде тұрады. Угольниктері пеноплекске кіріп, анкерлі болтпен анкерленеді. 11 метрге 6 метр жолады. Мынандай күй бар. Навесіміздің, темір шатырларымыздың шаруаларын жай бітіріп жатырмыз. Фермалар 6 метр. Бір жаққа ағатын, яғни однокатный дейді ғой. Бір жаққа ағатын навес, мына шеті 45 сантиметр, ар жағы 10 сантиметр. Және де мына ферманың аралары 1 метрден тіреулер берілген. Кеше айтқандай, фермаларымыз мынандай күйде істелді. Ана ферманың бір шетіне 3 угольник дәнекерленіп, оған анкерлі болт арқылы стенкке қатырып тастадық. Барлығы сол жүйемен тартылған. Мына жағы стойкке бекітілген. Стойкілердің арасы 2,70, еңкіті тұрба. Профильдеріміз, фермаларымыз сол стойкінің үстіне түскен. Арасында біреуі түскен. Сол стойкіні тіреп тұрған 60-60 профиль тұрба, толщина 1,5-дық. Үстіне 1 метрден мынандай рейкілерін төседік. Енді осыған профнастилді шұрықтаймыз. Қазіргі күйі осындай. Басқа айтатын жоқ. Енді профнастилдерді жауып, жұмысты азайтамыз. Навесіміздің профнастиллерін жаптық. Профнастиллер рейкіге шұрыпталды. Рейкінің аралары 1 метр. Енді
іші сыртын капталдарын обшивкілеу жұмыстарын жасаймыз. Профнастиліміздің тағы бір басқа ракурстан қараған кезде уже мына жағы түзеу ғой. Мына жағы кішкене қисықтау. Профнастил 2 сантиметр ойнап кеткен. Ол деген сөз, біздің істеген навесімізде диагональ жоқ деген сөз. Біз оның енді диагональ жоқ болғаннан кейін болатын шаруаны істеу керек болды да, сол үшін біз әр профнастилден 2 сантиметр бір шетінен қиғаш қылып кесіп апарып отырдық та, мына шетте 2 сантиметр қалған ғой. Соны кесіп стекке тигізіп отырдық. Сол кезде жобамен осындай алып түзеу шықты. Навесімізді жұмыстарын аяқтап жатырмыз. Обшивкілеу жұмыстарын, қаптау жұмыстарын жасап жатырмыз. Ішін түгел ақ профнастилмен қаптап тастаймыз. Сонымен навесіміз жұмысы азаяды. Қазірше осындай навес тұрап тұр. Үстіңгі черепицадан, үстіңгі профнастилден 2-3 штук ауысып, соның қапталына қызыл қылып басып жібердік. Қызыл профнастилі астына ақ. Осында 2 жерден жарыққа жарық беттік. Енді профнастил жауып, жұмысымызды азайтамыз. Навес толығымен бітті. Навестің түрі осындай. Жалпы құны жобамен 500 мың теңгеге. Қандай да бір навеске кеңестер керек болатын болса, комментария жазамыз, қандай материал қанша кетеді, бағалары қалай,